Сәлем достар, бүгін біз сіздермен future simple, яғни келер шақпен танысатын боламыз. Жалпы келер шақ дегеніміз не және ол қалай жасалады? Жалпы future simple ол болашақта болатын іс-әрекетті білдіреді және жасалу жолы will плюс етістік арқылы жасалады. Яғни will және етістік, негізгі етістік арқылы жасалады. Құрылымына тоқталатын болсақ, болымды сөйлем subject plus will plus verb, яғни бастауыш will көмекші етістігі және етістік арқылы жасалады. Мысалы, I will study hard. She will go to school tomorrow. Яғни көріп тұрғандарыңыздай will және негізгі етістік арқылы жасалып тұр. Болымсыз сөйлем will көмекші етістігіне not жалғану арқылы жасалынады. Мысалы, көріп тұрғандарыңыздай бастауыш plus will plus not plus verb. Мысалға келетін болсақ, I will not play football next week. Келесі апта мен футбол ойнамаймын. They will have no dinner tonight. Олар бүгін кешкі ас ішпейді. Will not қысқаша бізде won't. Мысалы, ертең мектепке бармайды. She won't go to school tomorrow. Сұраулы сөйлем will көмекші етістігі арқылы жасалынады. Егер бізде болымсыз сөйлемдер бастауыштан басталатын болса, сұрақ қойған кезде бізде сөйлем will көмекші етістігінен басталады. Мысалы, яғни формуласын көріп тұрғандарыңыздай will plus subject plus verb. Ендеше мысалға тоқталайық. Will you help me? Сен маған көмектесесің бе? Will she come back? Ол қайтып орала ма? Немесе қайтып келе ме? Will they join us? Олар бізге қосылады ма? Жалпы сөйлемнің құрылымы осылай жасалынды. Яғни болымсыз, сұраулы сөйлем қалай жасалынатыны сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді жалпы бұл future simple'да қандай жағдайда қолданамыз, соған тоқталайық жеке-жеке. Ендеше қандай жағдайда future simple қолданылады? Ол болашақтағы ниет немесе күтпеген шешім қабылдаған кезде қолданылады. Мысалы, I will have a steak, яғни мен стейк жеймін, яғни сол уақытта, сол мезетте қабылданған шешім. Сондай жағдайда айтқан жайда біз осы will көмекші етістік арқылы сөйлем құрастырамыз. Екінші жағдай ол бізде біреуге уәде бергенде немесе ұсыныс жасаған кезде қолданылады. Мысалы, I will always love you, мен сені әрқашан жақсы көремін, яғни бұл уәде беріп тұр. Немесе I will help you, мен саған көмектесемін, яғни ұсыныс жасап тұр, сондай жағдайда қолданылып тұр. Және де егер сіз қандайда бір болжау немесе бір ой пікіріңізді айтқан жағдайда біз осы future simple'ды қолданамыз. Мысалы, it will rain tomorrow, ертең жаңбыр жауатын сияқты. They will be happy together. Олар бақытты болатын сияқты. Жалпы яғни болашақта біз болжап тұрмыз, болжау жағдайында қолданылып тұр. Және де бұл will көмекші етістігін біз қысқартып қолданамыз. Яғни қысқартқан жағдайда will апостроф 2 l-мен жасалады. Яғни she will go to school-дың орнына біз she'll go to school деп қысқартып қолдансақ болады. Және will-дан бөлек бізде shall көмекші етістігі бар. Бұл shall көмекші етістігі бұрынғы ағылшын тілінде қолданылған. Яғни тек қана бірінші жақта және көпше түрде бірінші жақта қолданылған. Қазіргі ағылшын тілінде көп жағдайда қолданылмайды, бірақ та shall көмекші етістігінің қолданатын өзінің орны бар. Қандай жағдайда қолданылады? Ендеше соған тоқталайық. Яғни қазіргі уақытта shall көмекші етістігі біреуге ұсыныс жасағанда немесе сұраулы сөйлемде қолданылады. Мысалға келетін болсақ, Shall I open the window? Мен терезені ашсам бола ма? Яғни мен ұсыныс жасап тұрмын терезені ашқанға. Және де кейбір ресми құжаттарда және заңда қолданылады. Мысалы, the tenant shall pay the rent on time. Арендатор пәтер ақысын уақытында төлеу керек. Жалпы осындай жағдайда бізде future simple қолданылады. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Және де жоғалтып алмас үшін тіркелуді ұмытпаңыздар. Көріскенше достар, сау болыңыздар.